Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында үгітілмелі дәмді печенье дайындайтын боламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантты салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл печеньені дайындау барысында ешқандай таразы қолданбайсыздар. Осылай барлығын кесемен, көз мөлшермен салып дайындай бересіздер. Одан кейін үстіне 1 кесе сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Сұйық майдың орнына ерітілген сары май қолдансаңыздар да болады. Ол кезде сіздердің печеньеңіздің дәмі және иісі әдемі болып шығады. Одан кейін 1 ас қасық қопсытқышты қосамыз және ұнымызды аз мөлшерден салып отырып араластырамыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер ұндарыңыздың, себебі өзіңізге араластыру барысында қиынырақ болып кетеді. Мінекей барлық ұнымызды бөліп салатын боламыз. Бірінші қасықтың көмегімен сұйық массамызды қою массаға айналдырамыз. Одан кейін ұнымыз қою бола бастаған кезде қолымыздың көмегімен араластыратын боламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Менің каналымда өте оңай рецепттер бар. Барлық видеоларды қарап көріп шықсаңыздар болады. Мінекей біздің қамырымыз жұмсақ қамыр иленді. Енді осы иленген қамырымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. 1 сағат өтті. Енді осыны кішкентай бөліктерге бөлетін боламыз. Өзіңізге ыңғайлы етіп. Мінекей дәл мен секілді жасайтын болсаңыздар, бірінші осылай домалақ шар жасап аласыздар. Одан кейін қолыңыздың жоғарғы жағын ашып, тек төменгі бөлігімен ғана айналдыра отырып, ұзын сопақша форма жасайтын боласыздар. Тағы да видеода көріп алыңыздар. Мінекей бірінші домалақ шар еттік, одан кейін қолымыздың тек төменгі бөлігімен ғана айналдыра отырып форма жасап шықтық. Мінекей барлық печеньемізді дайындадық. Енді осыны қалыпқа орналастырамыз. Мен көрсеткен дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде көп печенье дайын болып шығады. Дәл осындай қалыпта 2-2,5 қалып печенье шығатын болады. Мінекей барлық печеньемізді орналастырдық, арасын аштық, себебі қазір піскен кезде кішкене біздің печеньелеріміз көтерілетін болады. Оның үстіне узор саламыз. Вилканың көмегімен үстін басып шығамыз. Егер сіздерде дәл осындай форма шықпайтын болса, домалақ формада жасап дайындай берсеңіздер болады. Ешқандай дәмі, еш нәрсесі өзгермейді. Оның үстіне жұмыртқаның сары уызын жағатын боламыз. Ақ уызын қоспайсыздар, және жұмыртқаның сары уызына 2 ас қасық сүт қосып жіберсеңіздер, сіздердің печеньелеріңіздің түсі әдемі болып шығатын болады. Оның үстіне күнжітті себеміз. Осылай дайындап жатқан кезде біз пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньелер дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.